Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біле жүр арнасында авокадо пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Авокадо лаврлықтар тұқымдастарындағы мәңгі жасыл болып өсетін жеміс ағаштарының бір туысы. Ағашының биіктігі 20 метрге дейін жетеді. Әуелде Америкада шыққан, бұрынғы КСРО-да 1928 жылдан бастап өсіріледі. Кавказда, Қара теңіз жағалауында өседі. Бұл жемістің салмағы 2 келіге жетеді. Авокадо бойындағы қоректік заттардың көптігіне байланысты адам денсаулығы үшін өте пайдалы болып саналады. Диетологтар бұл өнімді жүрек, тамыр, асқазан, ішек ауруларымен ауыратын адамдарға жеуді ұсынады. Авокадо ағзаны толығымен тазалайтын қасиетке ие. Авокадо жұмсақ кілегейлі консистенцияға ие болғандықтан оны кез келген тағамға қосуға болады. Мәселен, смузи мен салаттар, тіпті сэндвичтерге де қосады. Авокадоның пайдасы: авокадо С, Е, К және В6 дәрумендеріне, рибофлавина, ниацина, фолатына, пантотен қышқылы, магний және калий сынды пайдалы заттарға бай. Сонымен қатар лютеин, бета-каротин және омега-3 май қышқылдарына бай. Авокадо жүрекке пайдалы және көздің көру қабілетін арттырады. Остеопороздың алдын алады, онкологиялық аурулар мен депрессияға шалдығудан сақтайды. Бұл жасыл жеміс жасушаларымызды қартаюдан сақтайтын белсенді антиоксидант. Сондай-ақ жемісте пайдалы майлар ұзақ уақытқа қанықтыру сезімін береді және ағзадағы зат алмасуды реттеп отырады. Авокадо ағылшын тілінен аударғанда аллигатор алмұрты деген мағынаны білдіреді. Нейтралды дәміне қарамастан, авокадо бұл жеміс көлемі мен пішіні, қабығы, түсі әр түрлі болып келеді. Біздің дүкендеріміздің сөрелерінде авокадоның жыл бойы болуы организмдегі витаминдердің теңгерімсіздігін қалпына келтіруге көмектеседі. Себебі оның құрамында калий, фосфор, кальций, магний, натрий, темір, А, С, К, Е, Ф дәрумендері бар. Авокадо әр түрлі тағамдарға, десертке дейін пайдалануға болады. Авокадо бұл өте калориялы жеміс. 208 граммда 100 калория бар. Банан сияқты оны өз салмағын азайтуды қалайтындар орташа тұтыну керек. Алайда авокадо целлюлозасында қанттар мен зиянды майлар жоқ. Сондықтан сіз бұл жемісті толығымен тамақтануыңыз керек. Бұл ауруға рұқсат етілген. Авокадо қандағы зиянды холестериннен тазартады. Құрамында олеин қышқылы бар. Ол холестеринді мөлшерден пайда болуына жол бермейді. Авокадо дененің жасушаларын вирустық шабуылдардан қорғай алады. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Ол жасушалық деңгейде қартаю процесін баяулатады. Авокадо майы косметологияда кеңінен қолданылады, бірақ оны іште қолдану бірдей әсер етеді. Сонымен авокадо майы қартаю процесін баяулатады, әжімдерді тегістейді және пигментті дақтарды бозартады. Ол теріні жақсы ылғалдандырады, әр жасушаны нәрлейді. Белсенді күн кезінде авокадо майы күйген теріні қалпына келтіруге және кептірудің алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар терінің қан айналым қалыпқа келтіреді және олардың түрлі тері ауруларына қарсы иммунитетін күшейтеді. Авокадо зиянына келетін болсақ, авокадо емізулі аналарға, 3 жасқа дейінгі балаларға және аллергиясы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Піспеген авокадоның құрамында ағзаға сұйықтық жиналуға ықпал етіп, аз еритін пектин бар. Піспеген жемісті қолдану тұншығу, жүрек айну мен құсуды тудыруы мүмкін. Сондықтан тек толығымен піскен жемісті жеу қажет. Авокадо құрамында монокептулоза мен табиғи моносахарид бар. Бұл инсулин өндірісін тежейді және бауырдың жұмысын басып тастайды. Шамадан тыс көп жеу адам гипергликемия, яғни қанның құрамында қанттың көбеюіне әкеп соқтырады. Келесі пайдалы ақпараттарымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.